Қайырлы кеш, құрметті хандар мен мырзалар, қадірменді меймандар, өнер сүйер қауым. Бүгін біз бір арнаға тоғысқан әуенмен үйлесуінің рухани серпіліс пен нәзік сезімнің айрықша әлеміне саяхат жасамақпыз. Хор өнері адам дауысының табиғи әуезін бір арнаға біріктіріп, жүректен шыққан сырда жақсыбай жеткізе білетін ең бай, ең әрі, ең тылсым өнердің бірі. Осы кеште шабытқа толы шығармалар, шеберлікпен тоғысқан дауыстары үндестігі және хор ұжымының жүректе туған орындаушылық шеберлігі ұсынылмақ. Әрбір әуен сезімдердің әсемдігімен тербеп, көңіл төрінде ерекше әсер қалдырады деп сенеміз. Сахнада халықаралық байқаулардың жүлдегері Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың құрмет грамотасымен марапатталған ұжым, Ақтөбе облысының мақтанышы Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хоры. Ең креативті, талантты өнер иесі Республикалық Қазақстан қор берушілері қоғамдығының бірлестігі, Ақтөбе облысы бойынша филиалының төрағасы, Қазақ камералық хорының көркемдік жетекшісі және бас дирижері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, бүгінгі кештің иесі Мербол Құспанов. Әкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Алтын қондағы тебіреніз». Қорғын деген Ринат Күзекеев. Сейдолла Бәйтерек. Күй.
Еркеғали Рахмадиев, Хара. Жеке дауыста Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік капелласының солисті, республикалық байқаулардың лауреаты Назерке Абралы. Нұрсұлтан Әліқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні қайықта, қорған деген бейімбет демеу, жеке дауыста Назерке Абралы.
Дума Шикбайұлының өлеңіне жазылған Мұрат Мұстафаұлының әні «Бір шәуілмеше» Қорғын деген Абылай Ерболай. Қайырлы кеш, құрметті Добрый вечер, дорогие наши слушатели. В зале сидит Гульмира Казимовна Тутбадапова. Эта аранжировка была сделана для ее камерного хора. И если я сейчас об этом не скажу, то потом таяжи колом. Так что это было специально написано для ее хора, которую партитуру она нам подарила. Большое вообще. Кешімізді қарай жалғастырамыз. Халық әні ауылың сенің іргелі. Қорғау деген Сырымбет Сайлыбаев. Жайлауда
Кәкен Алмазбековтың сөзіне жазылған Байжеке Жандаровтың әні «Сағынамын». Қорған деген бейімбет демеу. Жеке дауыста ерен еңбек үшін медалінің иегері, Сүйбай атындағы Алматы облыстық филармониясының солисті, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, Мэтсо тобының әншісі Медет Орынбаев. Қымбатты жерлестер, қымбатты өнер сүйер қауым, бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Айбол Оразбекұлының Ақтөбе гуманитарлық колледжінен түлеп ұшқан ең алғашқы шәкіртімін. Енді бүгін осы сахнада тұрған осы кісінің арқасы. Сіз қанша жаста болсаңыз, мен қанша жаста болсам, бәрібір жүрегімде ағайсыз. Сіздерге шығармашылық жолындағы алғашқы ұжымыма және жетекшісі Айбол Оразбекұлына творчестволық табыс, береке және молшылық тілеймін.
сері маман кері. Қорғын деген бейімбет демеу. Жеке дауыста Медет Орынбаев.
Несіпбек Айтолдың сөзіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әні «Сәуле ғұмыр». Қорған деген Ғалымжан Берекешев. Жеке дауыста Ақтөбе облысының өнер саласының үздігі Серік Жұбатхан. Арайлы Ақтөбе ансамблі көркемдік жетекшісі Ержан Байдусеков. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш барша өнерсүйер қауым. Бүгінгі біздің ұстазымыз, менің ұстазым Ербол Оразбекұлының кешіне келген барша меймандар, қош келдіңіздер. Медет айтып жатыр ғой, алдыңызда жаңғына өнер көрсеткен Медет айтып жатыр. Алғашқы түлегі, мен қателеспесем, бұл кісінің екінші түлегі. Төртінші түлегі міне. Қаншама шәкірттер. Рахмет сізге, ұстаз. Бір сахнада сізбен 10 жыл бірге қызмет етіп келе жатқан. Алла разы болсын сізге. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Perdesin
өтіп барады. Және бүгінгі кеш иесі Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Мирбол Қоспанов. Және ерекше құрметті жігіттеріміз біздің мақсатты Ақтөбе филармониясының Қазақ камералық хоры. Кешігесі Мирбол Қоспанов. Ерекше достарымызды құрмет қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Бүгінгі кешмен шын жүректен құттықтаймын. Қалғанын ең көрермен ерекше алғысымызды білдіреміз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым. Мына Мирболның мінекей жас та болса басына қойдым. Тұрмыс әбділіністен кейін мен бірге сол
ең ашылуында 90-шы жылы қатыстым. Одан кейін Мерболдың қарауында 10 жыл осы қорға айттым. Мінекей Мерболдың жастық ортағасында өте мықты қорды алып келеді. Көп адамдар істер, бірақ алып кете алмады. Құтты болсын, еңбегіңіз жемісті болсын, жасыңыз ақ болсын. Жәнәті Мербол менің әкесі бір ауылдан Орегер өгеміз, Орал облысы Қаратөбе районымыз. Жерлеспіз. Құтты болсыңдар. Жақсы бол. Құрметті қалайық, бүгін бір керемет кештің куәсі болып отырмыз. Өзі халықтық нақышта керемет міне әндер, халық композиторларының әндері осындай үлкен коллективпен орындалып жатыр. Бұл өте үлкен жетістік. Осыны енді басқарып келе жатқан менің Мербол ініме, мына бұл қыздарыма, бәріне творчестволық табыс тілеймін. Осы өнердің ең биік шығына жетіңдер. Ақтөбенің атын шығарыңдар. Бәрінде аман болыңдар, отбасыларың аман болсын. Тек осы өнерді әрі қарай жетілдіре беріңдер. Мынау керемет өнер, керемет концерт, керемет демал отырмыз. Рахмет саған ауырым. Рахмет. Құрметті көрермен, сахнадағы Ақтөбе облысы әкімдігінің атынан ықылас гүлі. Ерлікшілі Шақаровтың құттықтауға табыстау үшін сахнаға облыстық мәдениет архивтік және құжаттама басқармасының басшысы Алтынай Кенесқызы шақырылады. Құрметті көрермендер, қойыңыздар. Қайырлы кеш, қымбатты құтты мекен Ақтөбенің тұрғындары, қала қонақтары. Бүгін сіз бен біз ел тәуелсіздігінің мен бірге құрылған Қазақ камералық қорының және оның жетекшісі Мербол Қоспановтың шығармашылық кешінің көрермені болып отырмыз. Қазақ камералық қоры кәсіби деңгейі жоғары, репертуары бай, сахналық мәдениеті қалыптасқан, Қазақстанның ішіндегі Қазақстаннан бөлек ТМД елдері мен Европа елдерінің сахнасында өзін таныта білген бренд, Ақтөбенің бренді осы хор ұжымы. Әрине, осындай үлкен жетістіктің артында нәтижесінде жетекші тұрғаны белгілі. Ол біздің Мербол Қоспанов. Мербол бұл музыкамен тыныстанатын тұлға. Бүгінгі шығармашылық кешін көріп отырсыздар, ләззат алып отырсыздар. Ары қарай әдемі сөзді облыс әкімінің алғыс хатымен жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті Қазақ камералық хор ұжымы және Ербол Оразбекұлы. Сіздерді хор және мен концертіміздің жоғары деңгейде өтуімен шын жүректен құттықтаймын. Өнер жолына деген адалдық пен кәсіби шеберліктеріңіз арқылы қазақ мәдениетінің дамуына үлес қосып, Ақтөбе өңірін шет елдерге кеңінен танытып келесіздер. Мербол Оразбекұлы, сіздің жетекшілігіңізбен Қазақ камералық хоры жаңа шығармашылық белестерді бағындырып, әлемдік сахналарда лайықты деңгейде өнер көрсетіп, түрлі халықаралық фестивальдар мен байқауларда жүлделі орындарды иеленіп келеді. Бұл кәсіби еңбегіңіздің, үздіксіз ізденісіңіздің және ұжыммен жүргізген нәтижелі жұмысыңыздың айқын көрінісі. Өнер мен мәдениет саласындағы абыройлы қызметіңіз үшін ризашылығымды білдіре отырып, алдағы уақытта да жаңа шығармашылық жетістіктер мен биік белестер тілеймін. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық,
талмайтын шабыт пен толағай табыстар серік болсын. Облыс әкімі Асқар Шақанов. Бүгін облыс әкімінің жоспарында осы концертке келу жоспарланған болатын. Бірақ өңірге 20 елден, шет елден инвесторлардың келуіне байланысты бұл концертке қатыса алмай отыр. Өзінің сәлемдемесін сіздердің алдарыңызда тапсырдым. Еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының жағдайына үлес қосып жатқан қонақтарымыз осы кейбіреулер ортамызда отыр. Барлығына қош келдіңіздер, әдемі кеш тілеймін. Рахмет сізге, текетіңізге. Марапатыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар, құрметті көрермен. Бүгінгі кештің иелері. Құрметті көрермен, бүгінгі кеш иесінің өнері мен өмір жолына тоқтала кетсек, Мирбол Қоспанов Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінен кейін 2011 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдап, жоғарғы білім мен алғашқы еңбек жолын Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің Алатау жастар хорының хормейстері, хор дирижерлік бөлімінің оқытушысы қызметінен бастады. Сол жылдың тамыз айынан бастап Ақтөбе облыстық филармониясы Қазақ камералық хорының артисі және хормейстері қызметін жалғастырды. 2015 жылы Мирбол Оразбекұлы Қазақ камералық хорының көркемдік жетекшісі және бас дирижері болып тағайындалды. Осы уақыттан бастап ұжымның жаңа тарихи парағы ашылды. Атап айтсақ, ұжымның кадрлық саясаты өзгерді. Жұмысқа жас мамандар тартылды. Репертуарлық бағыттар өзгерді. Қазақ халық әндерінің жаңаша бағытпен хорға лайықтап отырды. Гастрольдік сапарлар көбейді, ұжымның материалды техникалық базасы күшейді. Хор музыкасының корифей дирижерлері қазақ камералық хормен жұмыс жасап, тәжірибе алмасып, концерттер ұсынды. Мирбол жетекшілік еткен хор ұжымның концерттері мен жетістіктеріне тоқтала кетсек, Қазақстанның өңірлері Астана, Алматы, Түркістан, Қостанай, Қызылорда сынды тағы басқа қалалары және Ресей Федерациясы, Түркия, Әзербайжан, Украина, Польша, Оңтүстік Корея мемлекеттерінде өткен Экспо 2017, Жаңа Астана, Жұбановтар әуені, Поющий мир, Южная Пальмира, Джаз Бомонд, Осенние грезы, Түрксой, дүниежүзілік көшпенділер ойындары, жыр жазамын жүрегінен, достық концерттері, Алтын камердің, Звучит Москва, Сеул көктемі, Физули 530 жыл, Хайнурка 2025, халықаралық шабыт фестиваль байқауларында бас жүлде, бірінші және екінші лауреат атағы арнайы жүлделерге ие болды. Әлемдік аренада қазақ әуенін шырқатып, жеке концертін берді. Қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Осылай қазақ камералық хорының жүріп өткен жолы. Кеш қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Ендеше ерекше құрмет қошеметпен сахна төріне бүгінгі кештің иесі Мирбол Қоспанов. Біріншіден барлығыңызға алғысымды айтамын. Спасибо всем большое, что вы сегодня этот вечер проводите со мной. Я работаю не только с Казахским камерным хором. Вы знаете, что я работаю со всеми студентами этого замечательного города. И я бы хотел пригласить сюда, в зал, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кәсіби шығармашылық факультетінің музыка және хореография кафедрасының студенттік хор ұжымы. Марат Оспанов атындағы, свет берсеңіздер,
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің Алина Гизатуллина атындағы студенттік хор ұжымы, Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінің студенттік хор ұжымы, концертмейстер Жолдос Ибраева, Аманда Жұмашев, Ақтөбе университетінің кәсіби шығармашылық факультеті музыка және хореография кафедрасының студенті хоры. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті Алина Гизатуллина атындағы студенті хоры. Ақтөбе жоғары гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінің студенті хоры. Қошеметіңізді білдіріп қойыңыздар. Ерекше ықылас ниеттеріңізге алғысымызды білдіреміз. Зулу, халық әні Сияхама, ұрмалы аспапта Данияр Құлжанов. Сияхам
қойдым. Молодежный сводный хор Актюбинской области. Ақтөбе облысының жастар хорын қарсы алыңыздар. Это еще не все. Ақтөбе облысының жастар хоры ұжымдық бойынша номер 1 балалар орыс мектебінің шабыт концерттік хоры. Қада құрметті көрермен, қошеметтері заямай отырыңыздар. Бүгін жаңа биіз, жаңа дәуір, жастар дәуірі. Качини Ава Мария, Шеги дауыста Медет Орынбай, сахнада камералық оркестр, ішекті аспаптар актері, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор Али Ермекбаев. Концертмейстер елін еңбегі үшін төсбелгісінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Дина Ниязова.
Бапори дос болғасан. Қорған деген Мадина Нұрғожинова. Lord.
болды. Еңбекші иесі Мербол Қоспанов. Музыка Андрей Эшбан. Слова Евгений Евтушенко. А снег идет. Аранжировка Сергея Вывозова. Алтын үйде ваза жетпейтін сияқты. Залда менің келіншегім отыр. Алтын Құспанова. жеке дауыста және ұрмалы аспаптарда Данияр Қылжанов, Ермек Тенелбаев, Рима Дүйсенбаева.
Сахнадан ғана бабаларымызды қошеметтеп өзіңіздер қойыңыздар, құрметті көрермен. Рахмет. Эти теперь. Только что АПЦ. Это ушел. АПЦ. Все танцевать. Subiano, champion,
ерекше алғысымызды құрметті көрермен. Молдабайдың әні Молдабай. Қорған деген Ғалымжан Берекешев. Азат Камеранқора, Бербол Қоспанов. Бүгіншімізбе Құдай Жұмалауындағы Ақтөбе өңірлік университетінің атынан Атлас гүлі.